Асқар мен Салтанаттың отасқандарына 10 жыл. Алтын асықтай ұлы күміс қасықтай екі қыздары бар. Біреуден ілгері, біреуден кейін өмір сүріп келе жатқан отбасы. Бірақ отбасы деген аты ғана. 3 бала шағасы үшін ғана бір жастыққа бас түйістіріп, бір шаңырақтың түтінін түтетуде. Дәлірек айтқанда, тек Салтанат қана қолынан келгенше үлгілі отбасы болуға тырысады, ал өзінің сырты бүтін, іші түтін. Күнде сабысындармен ат жалман енесіне тұрмысқа шыққаны бар, шықпағаны тағы бар. Бет терісі келіспеген қайынбикелеріне шыдау оңай емес. Таңертеңгілік ерте тұрып, 6 тапан нан жауып, 6 сиырын сауып, сағат тура 8:30-да ыстық тапан нанға сарымай салып, 2 иығы бүлкілдеген самаурынмен таңғы шай беру керек. Бұл үйдің адамдарының тәбеттері тым керемет еді ғой. Бәтшағарлар бір отырғанда 1,5 самаурын шай ішетін, бір қазан тамақ түк болмай, соңында қасықтары табақпен тықылдап соғысып жататын. Қара шаңырақ деп келіп кететін адамдар бар. Одан қалды кешкісін жиналып күліс ойнайтын байының құрдастары тағы бар. Ең сорақысы да осы еді. Таңға дейін карта ойнаса да, байғұс келіншек қалғып жүріп дем-дем шай тасушы еді. Аптасына 3 күн міндетті түрде бұл үйдің ауласындағы жазғы асхана тура Қапшағайдың казиносына айналатын. Соның өзінде Асқардың Салтанатқа еш құрметі болмады. Көрсетпеген азабы жоқ. Әр жұма қатынды ұру керек деп бір молдасымақтың айтқанын істеп, бейшара келіншекті дымын қалдырмай сабап тастайтын. Мұрны қанап, басы жарылып жатса да енесі қыздарын қасына жинап алып, тілінен тапқан шығар деп отыра беретін. 3 бала шағасы шырылдап, бір бөлмеге тығылып жылап отыратын. Содан болар әкелерін жек көреді. Әсіресе тұңғышы Сырым, өте кекшіл. Анасының зар еңіреген даусын естігенде бірнеше рет араша түсем деп өзі де таяқ жеп қалды. 9 жасар балада қай бір күш болсын, әкелері бір ұрып қабырғаға жабыстырып жіберуші еді. Әбден құр сүлдері қалғанда ғана есінен танып, не мұрны, не аузы қанағанда тоқтайтын күйеуі. Ертесіне денесін ала алмай тұрса да, бет-аузы көк ала қойдай болып тіршілігін жасап жүретін. Соның өзінде кетпейді, өйткені барар жері басар тауы жоқ. Төркіндегі 90-ға келген әжесі қалай пана болсын бұл байғұсқа. Ал жеңгесі 2 күннен артық тұрғызбасы анық. Ағасы сорлы біреу, сондықтан шыдап, әліптің артын бағумен таңы атып, кеші батуда. Қайын жұрттың қорлығын көріп келе жатқанына міне 10 жыл. Әлі де жалғаса берер еді. Егер дәл сол күнгі өмірін түбегейлі өзгерткен мына оқиға орын алмағанда. Жаздың жайлы кештерінің бірі. Ауладағы тапшанда кешкі астан соң дастархан жинап жүрген Салтанаттың көзі дарбазадан кіріп келген 2 келіншекке түсті. Айдың күні аманында бұл үйге келіп кетуші ағайын көп. Бірақ бұл кісілерді Салтанат танымады. Тапшанның төрінде жантайып жатқан атасы мен мұрнының ұшына көзілдірік іліп газет оқып отырған енесі де әлгі кісілерді танымай таңырқап қарап тұр. Салтанат мән бермей ыдыстарды жазғы асханаға тасып тіршілігін жасап жүр. 2 келіншек тапшанға жақындай келе, «Кеш жарық, Асқар осы үйде тұра ма?» деп амандық саулық жоқ зіркілдеп сұрады. Төрдегі атасы орнына тұрып, молдасын құрып отыра, «Иә, Асқардың үйі осы, кім боласыздар?» деп сынай сұрады. Әшейінде төбесінен сөз асырмайтын «Сен тұр, мен ұрайын» дейтін енесінде үн жоқ. Тапшанға жақындағанда ғана 2 келіншектің бірі жасы 50-ден асқан апа екені анық көрінді. Кешкі мұрттан арықша келген тұлғаны анықтап көре алмаған Салтанат енді ғана байқап тұр. Сол апа тапшанның шетіне ыңғайлана отырып әңгімесін бастады. «Амансыздар, есімім Балзия. Шәуілдірден келіп тұрмын. Асқарды іздеп жүрміз, Асқарға келдік. Өзі қайда?» «Асқар жұмыста. Мен әкесімін. Мынау отырған шешесі. Не уәжбен келдіңіздер? Себебін айтыңыздар». «Әкесі болсаңыз айтайық, анасы сізде тыңдаңыз. Бірақ сабыр сақтаңыздар. Алдымен әңгіменің байыбымен тыңдап алғайсыздар. Менің 17 жасар қызым, сіздердің ұлдарыңыз Асқардан аяғы ауыр, кәмелетке толмаған. Қайдан ғана танысып табысқанын білмедім, оңбаған қыз аяғы ауырлап қалғанын өзі де білмейді. Мына тұрған жеңгесі байқады. Толып жатыр деп мән бермей жүргем. Бір күні төбеме жай түскендей осы хабарды келінімнен естідім. Не өлерімді, не көнерімді білмей жүрмін ағасы. Қызымның мойнын үзуге бармын, бірақ ұлдарым мен шалымнан қорқып әлі айтпадым.
4 айлық екен, ішіндегісі жыбырлап қалыпты. Кеше оңашаға шақырып сөйлестім. Біздің ауылға сіздің балаңыз вахтамен жұмысқа келеді екен, құрылысқа. Сөйтіп, бір күні Бешірге барғанда танысқан екен. Өзін ажырасқанмын, әйелім жүргіш болды. Бүкіл ауылға мені қарабет қылды, содан семья бола алмадық депті. Менің ақылсызым соның сөзіне иланып құлай сүйіп, ақырында етегіне ие бола алмапты. Сіздер де ата-анасыздар ғой, мен анамын. Қалай қылайын айтыңыздаршы. 2 ұлым бар, олар естісе жалғыз қызымды тірілей көміп тастайды. Өз өлсе еш нәрсе емес қой, ішіндегі жазықсыз шарананың кінәсі қайсы. 3 күн, 3 түн қан сиып ұйықтай алмай, ағасы-ау деп сөзін аяқтай алмай, еңіреп қоя берді. Айналаға құлақ құрғандай тыныштық орнады. Салтанатта үн жоқ. Не өңі, не түсі екенін ұқпастан отыр. Атасы келініне бір, кемпіріне бір қарап ол отыр. Енесі көзілдірігін тістеп, газетін умаждап ол отыр. Тыныштықты бірінші болып атасы бұзды. Енді бізден не сұрап отырсыздар? Еркекке сенгенше 2 босағаға сену керек. Қыз баланы көрінген еркектің қойнына құламауға тәрбиелемеген өздеріңізден көріңіздер. Асқарымның келіншегі міне отыр. Ешқайда да кеткен жоқ, ешкіммен де жүрген жоқ. Жаңа өздеріңіз кірген жасыл дарбазадан шықпағанына 5 күн болды. 30-дан асқан еркектің етегін ұстайтын қандай қыз ол? Деп атасы қаһарлы сөздермен келген апайды түйреп алды. Ағасы, маған несіне дүрсе қойып тұрсыз? Қызым осындай болсын деп Құдайдан сұраппын ба мен? Баланы туамыз ғой, бірақ мінезін тумаймыз. Қызымның мінезі үйде, қылығы түзде деуші ме еді? Мен де жетіскеннен келіп тұрғаным жоқ, болған іс болды, бояуы сіңді. Енді сіз бен біз болып мәселенің шешімін іздейік, деп Балзия жалынған кейіп танытты. Әй, айналайын, мен тыңда. Мынадан бері үндемей отырғанға мені мылқау деме. Қызыңды ұлымыздың астына салып бергеніміз жоқ. Бізден не сұрайсың сен? Ақша керек десең оны айт, деп енесі әңгімеге кірісті, білекті сыбанып. Мен сізден ақша сұрап отқаным жоқ. Ал енді айтсайшы, не үшін келдің? Асқарыма тоқалдыққа әперейін бе қызыңды? Міне келінім, әне балаларым ойнап жүр көшеде. Маған не дейсің енді? Менің қызымның ішінде де сіздің немереңіз ғой, апа. Мен сенің қызыңнан немере сұрамадым. Өздерің бір нәрсе қылып шешіңдер енді. Асқар қазір Атырауда, 1 айдан соң келеді. Апа, ауызбіршілікпен шешейік. Егер арыз жазсам, ұлыңыз түрменің түбінде шірейді. Әрине, ұлдарым түрмеге дейін жеткізсе, сотталғанына қуанарсыз әйтпесе, апа. Ойланыңыз. Асқар үйленеді. Әкем мен апамнан не сұрайсыздар? Өзіміз шешетін мәселе. Тек Асқар жұмыстан келсін. 1 аптадан соң келеді. Өзімнен хабар күтіңіздер. Біз де бұл мәселені бір жақты қарамай өзінен сұрайық, деп Салтанат үйге кіріп кетті. Үйленгені несі келін-ау? 2-ші қылып әпермекшісің бе? Қызығы, осы қазіргі жастар түрмеге кетсе кетсін, деп атасы бұрқылдап отыр. Аға, 2-ші қылып әперсеңіз де келсін береміз. Тек ұлдарым мен әкелері естімесе болды маған, деп Балзия жылап, сықтап орнынан сүйретіліп тұра, келінін ертіп шығып кетті. Енесі сол күйі жағашпады. Жырайлы кештің шырқын бұзған шақырусыз қонақтар кеткен соң атасы келінін шақырып алды. Әлі де ашуы басылмаған шал Салтанаттың айтқанын, сөзінде бір мән бар екенін біліп отыр. Сол мәннің мәселесін майшаммен қарамақшы. Келін, деп жуан даусымен найзағайдай күркірей шақырды. Я, әке, деп әшейінде әу, ата, деп жүгіретін келіні осы жолы даусындағы зілді жасыра алмады. Кел мұнда. Тыңдап тұрмын. Асқар үйленеді дегеніне жол болсын. Енді не істейді, әке, үйленбей? Біреудің өрімдей қызын бүлдіріп отыр, аяғы ауыр дейді. Естідім, бірақ ол рас ақпарат па, жоқ ақпарат па белгісіз. Бәлкім ол Асқардікі емес шығар. Тексерту керек. Тексертіңіздер, маған бәрібір. Бірақ сол тексеріске дейін апарғанда Асқардікі болып шықса, онда балаларыңыз сотталады. Не деп отырсың сен, а? Деп осы кезде енесінің бағанадан бері сөніп тұрған санасы іске қосылды. Апа, мен ақиқатын айтып тұрмын. Тоқташы сен кемпір, деп атасы кемпірін атарға оқтап баған соң көз қарасымен маңдайдан бір-ақ атты. Мен неге тоқтайды екенмін? Мен шешесі болған соң жүрегім ауырады. Қарынымды жарып шыққан шұбар жылан емес пе әкесі-ау? Мына қатын сотталады деп бейқам атып тұрғанына
Жыным келіп кетті. Үлкен тұр демейді, көргенсіз. Әке-шеше көрмеген сорлы әке-шеше сыйлауды қайдан білсін, деп тілі ине бар ашуын келінен алды. Апа, жетер, әке-шешемді қозғамаңыз. Әке-шешесіз өсуді мен Құдайдан тілеп алғаным жоқ. Әке-шешем болмаса да әжемнің тәрбиесінің арқасында осы уақытқа дейін алдарыңызды кесіп өтпедім. Тәрбие туралы сіз айтпай-ақ қойыңызшы маған. Сіздің берген тәрбиеңіз мықты болса, Асқар осындай иттік жасамаған болар еді маған, деп бірнеше жыл бойы ішінде қақталып қалған ашуын шығарып, көзіне келген жасты жасырмады. Менің балам кінәлі де күнәлі де емес. Ол қатын оттап кетті, сенбеймін мен, деп енесі бет бақтырар емес. Сенбесеңіз неге онда үнсіз отырдыңыз? Айтпадыңыз ба өтірік деп? Үнсіз тыңдап отырдыңыз емес пе? Балам келсін. Балам келгесін, бәрі өз орнына келеді. Және сен де мына қылығың үшін жауап бересің, деп іргеге бетін бұрып, теріс қарап газетін әрі қарай оқып отырған кейіп танытты. Әдеттегідей түскі астан соң Асқар келді. Үйге кіре сала, ассалаумағалейкум, уа рахматуллахи уа баракатух, деп дауыстап табалдырықта тұрып амандасты. Балалары әкелерінің алдынан жүгіріп шықпады. Келіншегі де қолындағы сөмкесін алып күтіп алмады. Әке-шешесі орындарынан қозғалмастан отыра берді. Әй, молдасымақ, бергел қораздай ойбайламай, деп төрде отырған әкесі амандық саулықсыз ұлын қасына шақырды. Қалайсыз әке? Деп Асқар ентелей амандасқысы келді. Әй, иттің күшігі, күндіз имам түнде иван екенсің ғой өзің, а? Деп қолын алғысы келген баласының қолын қағып жіберді әкесі. Ойбой, әке не болып қалды? Кірместен жағадан алдыңыз ғой, деп бұрқылдай сөйлей анасына қолын созды. Кетшей жүгірмек, осындай сорақылықты көрейін деп тудым ба сені? Деп анасы да баласының қолын алмай кері қайтарды. Апа-ау, не болған сіздерге? Адам өлтірген адамдай маған жеркене қарап тұрсыздар ғой. Шәуілдірден бір қатын келді. Қызым 2 қабат балаңнан дейді, деп әкесі баласын әңгімені төтесінен бастады. Кім? Деп Асқар аң-таң. Әй бала, ойнамай жөніңді айт, рас па? 17 жасар қызбен көңіл қосқаның? Деп анасы да қосыла сұрақты оқша боратты. Қандай қыз? Не айтып тұрсыздар? Балзия деген қатын келді. Маржан деген қызы сенен аяғы ауыр екен, деп шешесі бәрін басынан айтып берді. Асқар жерге отыра кетті. Манадан бері сырттарынан бақылап тұрған Салтанат бозарып кеткен күйеуінің түрін көріп теріс бұрылып бөлмесіне кіріп кетті. Ақырындап киімдерін жинап жүр. Кеудесі еңіреп тұрса да көзінен жас шықпады. Әбден ашу ызаға булығып қалған келіншекке 2 қойын 1 сом 50 тиын болып тұр. Арғы бөлмеде айқай-шу, еміс-еміс атасының боғауызы естіледі. Араға 1 сағат салып қана Асқар бөлмесіне кірді. Салтанат, сөйлемеші. Салтанат, түсіндірейінші. Нені түсіндіресің? 3 балаң бола тұра, біреудің қаршадай қызын 2 қабат қылғаныңа түсініктеме бар ма? Мен жай уақыт өткізейін деп бұлай боларын ойламадым. Ақымақ, өзіңде қыз өсіріп отырсың. Өмірдің бумеранг екенін ұмытқан екенсің сен. Сенің күнәларың мен кінәларың үшін балаларым жауап бермесін. Менің шыдағаным жетер, шыдамның шегі бар. Сен үшін талай қорлық көрсем де төзіп едім. Сенің мына иттігіңе төзе алмаспын деп балаларын алып сөмкесін көтеріп шығып кетті. Атасы иек сақалы кемсеңдеп немерелерінің бетінен келіннің маңдайынан сүйіп, зейнетақы алған сайын кемпірінен тығып жинаған 200 мың теңге ақшаны қолына ұстатып, кешірім сұрап шығарып салды. Болмашы затқа ұрсып шығарып өмірде көңілі толмайтын енесте еңіреп жылап, келініне 150 мың теңге ақшасын беріп, әрқашан немерелеріне барып тұратынын айтып қала берді. Көлікке отырып Салтанат төркініне қарай тартып барады. Артында 10 жыл өмір қалып барады. 10 жыл бойғы қорлық пен азап, 10 жыл бойғы реніш пен өкпе, 10 жыл бойғы қу тіршілік пен шаршау, бірақ сәтте нәтижесіз қалған сайыстай қалып барады. Кім үшін күресті өмірлік сергім деп таңдағаны Асқар үшін, ал ол болса, әй өмір-ай, біреуге бақытты үйіп төгіп бересің дағы, енді біреудің көңіліне қоқымдай қуанышыңды қимайсың. Желмен жарыса зулай ұйтқыған көлік демді туып өскен ауылға келді. Кезінде осы ауылдан үлкен отбасылық өмірге бақыт іздеп аттанып еді. Ал енді міне араға 10 жыл салып 3 перзентімен қайта келіп тұр.
Әрі қарай не болары өзге түгілі өзіне түсініксіз. Бір білері жаңа өмір. Бірақ ол өмірді қай жерінен жаңадан бастайды, қайда барады, кімге барады? Сан алуан сұрақтар сорлы келіншектің санасын солқылдатып тұр. Бәрін түсініп, біліп келе жатқан сырым ғана. Ол да үнсіз. Әлсін-әлсін анасына қарайлап екі кішкентай бауырларын қолынан тастамай ертіп келеді. Тіпті мейрам-мерекеде келгісі келмейтін қыз үйіне қайта табан тіреп тұр. Қыз күнінде өзі көрген жеңгенің сорақылығын енді балалары көреме деп қорқып тұр. Бірақ амал жоқ. Әзірше кем дегенде бір ай тұру керек. Бала шағасымен үйге кіріп келген қайын сіңлісін көрген жеңгесі сызылып амандасып хал жай сұрасты. Әжесінің қолын алып неліктен келгенін айтпады. Айта алмады. Жеңгесінің қас-қабағына қарап үндей алмады. 3-4 күнге қыдырып келгендей кейіп танытты. Ең қорқыныштысы да осы. 3-4 күн ішінде баратын жер табу керек. Әрі ойланып, бері ойланып, кластасы Марал есіне түсті. Қалада бірнеше дүкендер бар. Марал өте ақ көңіл жан. Екеуі 11 жыл бір партада отырды. Бұл Асқарға тұрмысқа шыққанда қыз жолдас болып еріп барғанда Марал болатын. Бірақ кейін келі қайын жұртының көңіліне қарап құрғысымен араласуды қойған еді. Маралдың туыстарынан нөмірін алып, оған хабарласып бәр манжайды түсіндірді. Екі құрбы бірнеше сағат бойы сөйлесіп, ақырында қалада кездесетін болып шешті. Төркініне келген 4-ші күннің таңы атысымен Салтанат екі баласын алып қалаға құрбысына жол тартты. Автовокзалда екеуі құшақтасып, көз жастарына ерік берді. Салтанатты 3 баласымен үйіне орналастырған Марал одан ешқандай пәтерақы де алмайтынын айтты. Өзі де бір ұлымен күйеуінен ажырасып, өз әкесінен қалған 30 бас сиырды сатып бизнесін бастаған екен. Әдепкіде талай тар жол, тайғақ кешулерден өтсе, барлық адал жүріп, ақ сөйлейтін жалғызбасты әйелдердің көрген қиыншылығын ол да көрді. Еркексіз әйелге кім қызықпасын? Марал да бет біткеннің сұлуы. Оны таныған еркек кіндіктілердің арасында сөз салмағаны қалмаған шығар сірә. Дегенімен ол бойын таза жолдардан тайдырмайды. Ұлының алдында ары таза ана. Салтанат барлық жағдайды басынан бастап үтір нүктесін қалдырмай айтып берді. Екеуі түні бойы ұйықтамай сырласып, сөз соңында Марал Салтанатты қаланың ортасындағы шағын ғана азық-түлік дүкеніне әзірше сатушы етіп жұмысқа алатынын айтты. Кейінірек әбден үйренген соң сол дүкенді өзіне жалға беруге келісті. Маралдың жалғыз ұлы мен Салтанаттың 2 ұлы және бір қызы тіл табысып кетті. Қызын балабақшаға, ұлдарды жаңа мектепке орналастырды. Салтанат араға 1 апта салып 2 ұлының құжаттарын алуға ауылына барды. Bir жола киімдерінде әкетуге үйіне жолығуды жөн көрді. Маралдың көлігімен зуылдап ауылға да жетіп келді. Құжаттарды реттестіріп болған соң қайын жұртының үйіне келді. Дарбазасынан кіре сала алдынан жүгіріп шығып сәлем салған жас келіншекті көргенде талып қала жаздады. Құдай қосқан күйеуі Асқар бас аяғы 10 күннің ішінде 2-ші рет үйленіп үлгеріпті. Атасы мен енесі төмен қарап сарайға жинап қойған киімдерін жүк етіп тиеп берді. Қайын сіңлілері жылап шығарып салды. Қалаға қайтар жолда Салтанаттың өзегі өртеніп жылап келді. 10 жыл уақытты санасынан өшіру оңай емес. Әлгі көрініс оны қайта қайрап жібергендей. Қалаға жеткенде ашу-ызаға булыққан келіншек жаңа өмір бастауға батыл қадам басты. Бойындағы қорқынышты жеңіп алға мақсат қоя бастады. Салтанаттың дүкендегі жұмысы басталғанына 2 ай болды. Bir шама клиенттермен танысып, ортақ тіл табысып та үлгерді. Марал бірінші кезекте Салтанатқа жаңа телефон әперді. Оған қоса ай сайын зейнетақы қорына 20 мың ақша салып, қолына 100 мың теңге айлық беріп отырды. Үйге азық-түлік алғызбай, айлығын есеп-шотқа салып жинауға кеңес берді. Балаларында Салтанаттың өзінде бір сыпыра киіндіріп, бастан аяқ жаңа киім әперді. Олардың қазіргі көздегені пәтер алу. Бұл 2 құрбы тағдырлас қыздар. Екеуі де аналарынан ерте айырылған. Марал күйеуге шығам дегенше әкесі болды. Кейін ұлым босаған соң кенеттен әкесі науқастанып дүниеден өтті. Ал Салтанат бала кезінен тұл жетім. Анасы да, әкесі де өмірден ерте кеткен. Ағасы екеуін жесі тұмсықтыға шоқыттырмай, қанаттыға қақтырмай өсірді. Бірақ ағасының әйелі дұрыс болмады. Салтанатты дүкенге келуші клиенттердің барлығы дерлік ұнататын. Күлкісі күндей. Өзі нұрдай келіншектің адамдарды бір көргеннен өзіне баурап алатын қасиеті бар.
Әрдайым күлімсіреп, сыйластық танытып тұратын келіншек Ислам ағайға да ұнап жүр. Ислам ағай жасы 60-ты алқымдаған, шашына енді ғана ақ түскен, бойын тік ұстап жүретін өте тазайым кісі. Өзінің жүрісі де ширақ, күлімдеген жүзін торы уылдай бастаған білінер-білінбес әжімдері болмаса, бұл кісіні 60-қа жуықтаған деп ешкім айтпайды. Сөз саптауы мен ой баптауы ерекше, тура кинолардағыдай ақ сүйекті, интеллигент дерсің. Ислам ағай осы маңдағы көп қабатты тұрғын үйлердің бірінде тұрады. Күнделікті таңертеңгілік таңғы шайына балғын бөлішкесін Салтанаттың дүкенінен алады. Осылайша екеуінің таныстықтары күнделікті амандық саулық сұрасудан басталды.